Сонымен қуыршақ Барби, қуыршақ Кен, қуыршақ Ирина, Жансерікпен. Сен не істеп жатырсың, Жансерік? Қарашы меніңше әден шығып сияқты Ирина. Енді мен сәт сайын сенің бір жаңа қырыңды, жаңа өнеріңді көріп жатырмын, Жансерік. Көрдің ғой? Қандай әдемі смайлик. Енді қуыршақты да салып қой қасына. Негізі құрметті телекөрермендер, қуыршақ салып беремін сәлден кейін. Құрметті телекөрермендер, қазіргі уақытта Ирина стрит-арт, көшесі граффитерін салу суреттері кеңінен танымал болып жүр. Біздің інжуде осы тақырыптан шет қалмапты. Ендеше бұл бейнематериалды мен де көрермендерімізде тамашалауға дайын. Көрейік. Граффити итальян тілінде жазу, сызу деген мағынаны білдіреді. Ал оның өзі граффиера деген жазу етістігінен туындаған. Тарихи ғылымда граффити терминінің қолданылып жүргеніне біраз уақыт болды. Бірақ тар ауқымда, мысалы, ежелгі эпиграфиялық ескерткіштерге қатысты айтылады. Демек, кез келген көше қабырғасына жазылған сурет немесе жазудың барлығы граффити деп саналады. Тек сіз өзіңіздің учаскеңізге немесе рұқсат етілген жерлерге ғана салуыңыз керек. Ал рұқсат етілмеген жерге сурет салу немесе кез келген ғимараттың сырт келбетін бұзу, ол вандализм болып саналады. Сәйкесінше, әкімшілік немесе қылмыстық жауапқа тартылады. Ал Женя, сіз қалай ойлайсыз, граффити негізі өнер түріне жата ма? Да, граффити. Оны көп адам өз санасында әлі вандализм деп қабылдайтынына қарамастан, мен өз басым граффитиді өнер деп санаймын. Становится ясен самому миру, что это все неправильно. Сіз граффитимен айналысып жүргеніңізге қанша уақыт болды? Граффити я занимаюсь 2000. Мен граффити салумен 2004 жылдан бері айналысамын. Сол жылы бірінші рет қабырғаға өзімнің суретімді салдым. Содан бастап жыл сайын өнерімді дамыта түсуге тырысып келемін. Ең алғашқы суретіңіз қай қаланың қай көшесін көріктендіріп тұр? Первый рисунок мой был. Менің алғашқы суретім Астана қаласындағы саяжайлар аймағында салынған. Ол жер ПМК 6 деп аталатын. Бүгінде ол аудан бар ма, жоқ па білмеймін. Қазіргі таңда спрей-арт кең таралған. Спрей-арт деп осындай аэрозольді құтыдағы бояулармен салынатын граффити түрін айтады. Саша, кешіріңіз, мен жалпы граффитиде пайдаланылатын бояулардың түрлері туралы білейін деп едім. Айтып бересіз. В общем, мы завозим краску. Біз мұнда тек граффити, яғни көше стиліне лайықталған бояуларды әкелеміз. Олардың бәрі де өте сапалы. Сол үшін бояуларды Ресей, Испания, Италияның үздік фирмаларынан алдыртамыз. Олар бір тегіс әрі қою жағылады. Қабырғадан өзге де ұсақ тек заттарды бояуға болады. Ноутбуктарды, үстел шамдарын, ыдыстарды деген секілді. Мәселен, мына бояу әмбебап, кез келген материалға лезде ерекше өң береді. Акрилді негізде болғандықтан өзге өндірушілердікіне қарағанда айтарлықтай зияны жоқ, тіпті хош иісі бар. Мұнымен 4 шаршы метрді бояп шығуға болады. Әрі бұл өте тиімді, сондықтан біз оны ұзақ уақыт пайдаланамыз. Бұл испандық бояулар бастапқыда арнайы граффити, стрит-арт, көше өнері үшін шығарылған. Оның палитрасы сәл үлкенірек. Мұның да хош иісі бар. Барлық баллонда әдетте стандартты қондырма болады. Ол fat cap деп аталады. Fat cap қондырмасы бар бояу жалпақ болып шашырайды. Яғни мұндай кэппен ауқымды аудандарды бояған ыңғайлы. Полиграфиялық та қондырмалар бар. Олар әдемі жіңішке шрифтпен жазуға қолданылады. Бүгінде клуб ішіндегі тақталарға түнде жанатын бояулармен жазу, сурет салу сәнге айналды. Эксцентрикалық әрі батыл өнер түрі саналатын граффити бүгінде интерьердің айнымас бөлігіне айналды. Интерьерді қызықты еткісі келген адамдар жиі-жиі граффитистердің көмегіне жүгінуде.